Енді ол кісі де аңыз болып қалған кісі. Жаңа Сарға деген жерде баласы тұрады. Енді шағалдар әр баланың үйіне қыдырып барып жүре береді ғой. Ауылдың шалдарымен Сарға мектебінің қасына өтіп кетсе, бір мектептің балдары жүгіріп келіп жаңағы көмекең айтатын көрінеді. Ата, сіздің балаңыз 2 алып кетті. Сөйтсе жаңағы баласына ұрыспай көмекең айтады дейді. Әйтеуір үйге бос қайтпаса болды ғой. Бір алу керек қой деген ғой. Көмекеңнің несі бар ғой, тағы бір әңгімесі. Енді бір адамдар болады ғой, ішіп алғанда әркім өзіне әртүрлі бағытта ұстайды ғой, біреу төбелес шығарады. Әркімнің әртүрлі қылығы болады ғой. Қылығы болады енді. Жаңа бір жігіт ішіп алса болды, жылап-жылап ұйықтап қалатын көрінеді. 40-қа келген жігіт иперсің ғой сыртынан қарап. Жылап-жылап ұйықтап қалған ғой. Бір кезде көмекең қарап айтады дейді, біздің бала шал ұйқы болып жылап отыр екен ғой. Ана Қуанбек деген ағамыз бар. Ол кісі айтқыш кісі, өте керемет әзілдері. Сол жаңағы енді біздің самдайды көп мал шаруашылығымен айналысады, мал іздейді, анау мынау ғой. Сол мотоциклмен мал іздеп, мына Қара деген жаққа қарай өтіп кеткен ғой. Абай Бегейдің ауылы. Сол жаңағы кәйестің қасында бір дүкенге барып, су пул заттарын алып болып, соңа дүкенші қыз өзінің класстасы екен. Көптен бері көрмеген ғой, Сағира деген. Сонымен жаңағы қайта-қайта Сағира қалайсың, не жаңалық, анау айтса, Сағира танымайды дейді, дұрыс сөйлеспейді. Мен соны сұраған ғой. Сағира, мен танымадым ба дедім. Жоқ, мен сені таныған жоқпын десе, жаңа Қуанбек ағамыз айтатын көрінеді. Сен сонда 1970 жылы мектепті жал көзің бітірдің. Класстасы ғой. Мектеп дегеннен шығады. Жаңа Балта деген ағамыз бен Оңайбек деген ағамыз екеуі А деген әріп сияқты столулар болады ғой. Соны бала кезде өрмелеп шығып жүретін еді ғой. Сол мына Балта кішкене шымырлау, бұлшық еді ойнақылау, Оңайбек ағамыз кішкене толықтау, қарындылау. Оңайбек шыға алмайды, Балта столының басына шығып кетеді. Содан Балта басына шығады да жан жаққа қарайды. Ой, дүнияның бәрін көріп тұрмын, дүнияның бәрін көріп тұрмын деп ана шыға алмай қалған Оңайбек құрдасының ішін күйдіріп, көзін қыздырып. Сөйтіп тұрғанда тие берсін Нұрмұхан деген пошт шал келіп қалады ғой. Пошта жасайды, пошт шал дейді. Содан Оңайбек бұрышты айналып қашып кетеді. Тоғана төбенің басынан түсем деп жүргенде столының басынан Балта ұсталып қалады да 2-3 шапалағын жейді. Соны ертесі күні мектепке келеді, сабақ келгенде Оңайбекті қылғындырады ғой. Кеше Нұрмұхан келе жатыр деп, неге айтпай қашып кетесің деп. Сөйтсе Оңайбек айтады, дүнияның бәрін көріп тұрған Нұрмұханды көрмей қалдың. Мынау марқұм Жаңбырбай Бейсен деген әкеміз болды. Мынау Патрап Союзды тұтынушылар одағын басқарған. Енді біреу шай сұрап барады, біреу май сұрап барады, біреу кілем сұрап барады. Бір күні бір кісі келген ғой, бір нәрсе сұрап, бір зат сұрап. Содан бәленінші кабинетте бәлен деген әйел бар, соған мен жіберді бара ғой деп. Содан ана кісі жаңа кабинетке барса, долы қатын отыр екен. Айтпасты айтып көгерген, құспасты құсып, ит терісін басына қаптап жібереді жаңа кісінің. Содан қайтып келіп, Бейсеке сен мені кімге жібергенсің? Барсам бір долы қатын отыр екен, көгеріп, айтпасты айтып, құспасты құсып, бетіме сейіп жіберді дейді ғой. Сонда Бейсенге әкеміз айтты ғой, ай шырағым, оған ренжіп қаласың, ол әуелден жерге сеймейтін адам деп. Үстірау бетте сейеді деген. Самғымында атақты ардагер Шопан менің кәрін ағашым бар, Ауданбай Бейсенбай деген кісі. Бүкіл ел таниды, ел біледі. Сол кісінің Қыдырхан деген баласы бар, ол да бір айтқыш. Өзі жаратылысында алтындар үлкен болмайды ғой. Алтын жер кішкентай да жаратылысында. Мен сияқты болды ғой. Сенің де кішкентай деп айтайыншы. Сонда көктемнің кезі мал төлдеп жатқан уақыт Қыдырхан нағашымыз қой кезектен келген, келсе жаңа бір саулық қойып жалқы туған ғой. Бейсекең нағашымыз сұрап жатыр дейді, мына қой деген жыл сайын егіз туатын еді ғой, қанша жылдан деп. Жалқы туу мүмкін емес пе деп. Жоқ, сол деген жалқы туды деп. Қалай жалқы туады? Қосы құтақандай. Егер жалқы туатын болса, қосы ірі болу керек деп. Сол жаңа шыдай алмай кеткен Пыдекең айтты дейді ғой. Онда менің егізім қайда деп. Өзі кішкентай ғой. Иә, мынау енді кішкентай туралы басталып жатыр ғой әңгіме. Менен де кішкентай болса енді сонда қандай болғаны. Ана марқұм Қызанда біздің ауылда Жасталап деген ағам болды, иманды болсын. Қатты айтқыр жігіт, мына Қазақстан барысына шығатын жігіттер сияқты тұлғалы, еңселі, иықты. Сол жұмыста жүргенде бір шалмен сөзге келіп қалады. Содан
жас талап ағамыз барып жөнін айтса анасы алып қоймайды дейді. Соны жөнін айтып жіберіп кетіп барса артынан қалмай күңкілдеп келе жатыр дейді. Өзі шынашақтай кішкентай шал дейді. Жас талап енді алып жігіт қой. Енді айтса түсінбейді, түсіндіріп айтса ұрайын десе дардай шал ұратын жері жоқ, шал тұрмайды. Біріншіден, екіншіден шынашақтай шалдың қай жерін ұрады? Ашуланып кетіп айтты, өзің бір елкеңнен тесіп кілтке тағып алатын шал екенсің.